Аяған кітапханадан ең соңғыларының бірі болып шықты. Сіркіреп жаңбыр жауып тұр екен. Ызғырық жел, суық, ызғарлы. Сол ызғар қыр астында тұрған қыстың хабаршысы сынды. Ауа деміне ызғар кіргелі де біраз болған. Сонысына қарағанда биыл қыс ерте түсетін сыңайлы. Әдетте Алматының қысы кештетіп келеді. Қазан айы Алатау баурайына орналасқан қаланың ең бір тамаша шағы. Ағаш біткен шомылу үшін көйлегін шешкен бойжеткендер сияқты болып көрінеді. Жер ат көпір жапырақ, төңірек сап-сары. Ыстық қайтып ауа жеміс иістенеді. Қайда барсаң да танауыңды қауын иісі, алма, алмұрт иісі қытықтайды. Табиғат ана мейірленіп, шашуын мол шашқан жылдары ел бау-бақшасындағы, саяжайындағы жемісін жинай алмай, алма, алмұрт атаулы шашылып шіріп жатады. Шіріген жемістің иісі осында туып өскен адамға ерекше қымбат. Ол бау-бақшалы қаланың төл иісі. Биылғы ауа райының мінезі бөлек. Жүріп бір-ақ күнде бой жете салатын қыз баладай жарқ ете қалатын. Жетісудың көктемі кешікті. Қашан шілде туғанша жаңбыр сіркіреп жердің қыртысына жылу жетпей құйқасы қызбады. Маусым орталана бере аспанның қабағы ашылып, жер ана шуаққа шомылды да бой көтере алмай, булығып жатқан көк дүр ете қалды. Шілде әдеттегідей ыстық болған. Тамыз туа ауа райы күрт өзгерді. Жаңбыр жиілеп, күн суытты. Көнекөз қарттар мұны жаман ырымға жорып, 1941 жылдың жазының осындай болғанын тілге тиек етті. Жаман сөз жатсын ба, тыныш отырған жұрт бір дүрлігіп барып басылды. Тамыздың аяғында күн қайтадан ысып, артынша Арктиканың суық ауасы лап қойып, жұрттың берекесін алды. Қыркүйектің алғашқы аптасында жапалақтап қар жауып, жапырағы түсіп болмаған ағаш атаулы ауыр салмақты көтере алмай, морт-морт сынып жатты. Ертесіне аспан нілге шайғандай тазарып, жарқырап күн шықты. Көше-көшемен сел жүрді. Ауа қызып, ыстық күшіне мінді. Күні кеше пальто киіп бүрсеңдеген жұрттың маңдайы тершіді. Сол ыстық кешеге дейін келді де, қазан орталана бере Алматының ауа райы өзінің ежелгі мінезіне көшті. Жаңбыр жауғалы екінші күнге айналып барады. Мұның соңы қарға айналарын аяған біледі. Қыстың жақындап келе қалғанын ойлағандықтан ба, денесі қалтырап, иегін омырауына жасырды. Кітапхананың алдында тұрып, қай жерде почта жәшігі барын есте түсірді. Қалтасындағы хатты бүгіннен кешіктірмей жөнелту керек. Біраз уақытын бекер жүріспен, есік тоздырумен өткізіп алды. Жүрісінен ештеңе шықпасын алдын ала білсе, бекер шаршамай, арыз арманын хатқа түсіріп, қорғаныш болатын, қамқор қолын созатын, ұялы қасқырдың талауынан арашалап алатын, әділеттің ақ ордасына әлде қашан салып жібермес пе еді. Шындықты осы арадан да табамын, ақиқат арашаға түссе ажал да ала алмайды деп адасты. Іздеп тапқан шындығы басына пәле болып жабысты ғой ақыры. Үлкен қызметтегі адамдарға жала жауып, нақақ қаралап, өсек таратып жүрген арыз қой деп танылып, үстінен іс қозғалды. Мүйіз сұрап барып, көзін шығарып қайтқан тоқал сиырдың кебін киді. Бір кезде дуылдап, өртке айналып кете жаздап басылған мәселе, мұның Сыздық Сұлтан туралы жазған еңбегі алдынан тағы шықты. Аяған Қуатов мемлекетке қарсы, өмір бойы орыс халқын ұнатпаған, оларды аяусыз қырған Сыздық Кенесарин туралы мадақ мақала жазған. Ол орыс пен қазақ халқының арасына от жағу үшін Сыздық Сұлтан туралы мақаласын орысшаға аудартып, көбейтіп, жасырын таратқан. Пиғылы жат, ойы бөтен адам. Кеңес үкіметін Ауғанстанға әскер апаруы үлкен қателік. Бұл ерікті елді күшпен басып алу деген. Ауғанстандағы соғысқа қарсы үн қағаз таратқан. Мағжан Жұмабаев сияқты халық жауының өлеңдерін студенттер арасында насихаттаған. Кеңес үкіметі басшыларының беделіне нұқсан келтіретін анекдоттар құрастырған. Сібір аймағын бағындырған атақты батыр Ермакты студенттерге қан құйылы қарақшы деп дәлелдеуге тырысқан. Ұлтшыл, сенімсіз адам. Жоғарғы оқу орнында қызмет істеуіне болмайды деген желеумен тып-тыныш істеп жүрген қызметінен қуылып кетті. Алдияр Ақпанұлынан
Іргесін аулақ салып, ректордың ыңғайына көніп, сол кісінің дегенімен қимылдаса, ұрттап ішіп, шайқап төгіп жүрмес пе еді. Бастаған ісінің арты жақсы аяқталмасын біле тұра, сүйекке бітті қыңырлығына басып, ағысқа қарсы жүзді. Жоғарыдан келген тапсырманы әдейі қисайта салды. Шындықты іздеп, ең ақыры сол адамның алдына баратынын білсе, емтихан тапсырған қызына жақсы баға қойып, жақсы атқа ие болар ма еді. Шындық үшін жаным пида дейтін аяған ол қызға әкесінің беделіне бола жақсы баға қоймасына сенімді. Сол кезде қыздың әкесінің кім екені аяғанға алдын ала айтылды. Бұл соны біліп қырсықты. Ақыры міне, өзі шалқасынан түсті. Іздеп барған үлкен шындығы шын мықтының бір сілкінгенінен қалмай жалп етіп құлады да, қайтып бас көтере алмады. Шыбын жаны шырқырап, өтіріктің өртіне түсіп, өртенген жігітке көмекке келмеді. Шындықтың оп-оңай жеңіліп қалатынын тұңғыш рет көрген ол, өзіне өзі келе алмай үлкен үйдің алдында мең-зең болып, желмен желбіреген көкшіл түсті, белдеу жолағы бар қызыл туға қарап ұзақ тұрған. Қызметтен, абыройдан жұрдай болып өткен істің байыбына бара алмай есеңгіреген аяған түс ауа татарка деп аталатын жердегі пәтеріне келген. Сұлап түсіп сұлқ жатқан, жан-жақтан анталап келіп азу тісін аяусыз батырған ашқарақ ой уайымның талауына түсіп, қалжыраған жігіт дәл сол күні бір жола жеңілгенін, адаммен емес заманмен жағаласып құлағанын білген жоқ еді. Ұлы шындықты табатындығына имандай сенген аяған біраз есікті тоздырғанмен ісіне нәтиже шықпады. Жала жабылып, ісі тергеуге берілмесе, ұлы шындықты іздеуден жалықпас еді. Қияқтай мұрты бар, көзі күліп тұратын, күліп сөйлейтін жігіт аяғанның соңына шам алып түсті. Қайта-қайта тәртіп сақтау бөліміне шақырып, әбден ығыр қылды. Әлдекімдердің арызын көлденеңдетіп, аяғанның бір басына дүние пәленің барлығын үйіп төгіп зықысын шығарды. Бәлен уақытта бәленнен пара алыпсыз, сол рас па? Дейді күле сөйлеп. Аяған шындығын дәлелдей алмай шырпыр болып ызадан жарылып кете жаздайды. Кейде өзін өзі ұстай алмай айғайға басады. Азамат, айқайламаңыз, саңырау емеспіз, дейді тергеуші күле сөйлеп. Ашуға булыққан аяған қалшылдап біраз уақытқа дейін өзіне өзі келе алмайды. Тергеуші күліп отырып, жүйке жұқарттар сұрақтарын көбейте береді. Ондай адамды білмеймін, жала, жала деп айқайлайды аяған. Тергеуші күліп отырып тыңдайды. Сонан соң тақылеттес сұрағын қайта қояды. Екеуінің арасындағы әңгіме біразға созылғанмен тіл табысып мәмілеге келе алмады. Ештеңе шығарылмайтындығына көзі жеткендіктен бе, істі басқа адамға тапсырып, күлегеш жігіт жайына кетті. Екінші тергеуші жаттап алғандай тақылдап сөйлейтін ақикөз қара жігіт екен. Қым етсе айқайға басады. Ол да бұрынғы тергеушінің сұрақтарын қайталады. Аяған бастапқыдағыдай күйіп пісіп шыжбалақтаған жоқ, өзін сабырлы ұстады. Тергеушінің бірде-бір сұрағына жауап бермей, әнтек езу тартып отырады да қояды. Келе-келе тергеушінің өзін мазақтайтын әдет тапқан. Көзіңді құртамын деп тепсінеді тергеуші. Қолыңнан келмейді деп күледі аяған. Тергеуші бөлмеге сыймай орнынан тұрып, әрі-бері жүріп кетеді. Апыл-ғұпыл қағаздарын жинап алып шыға жөнеледі. Сондай сабырсыз адамның қалай тергеуші болып жүргеніне аяған қайран қалады. Қылмысын мойнына қоя алмағандықтан 2 күннен кейін аяғанды босатып жіберді. Өзіне жасалар шабуылдың мұнымен бітпесін іші сезді. Дәл осындай талай спектакльдің боларына шүбәсі жоқ еді. Қарын сипап қарап жататындай бай емес, артында тіреп тұрған ешкімі жоқ саяқ жігіт. Жалғыз інісі ауған соғысында мерт болды. Әке-шеше жалғыз ұлдың тілеуін тілеп отырған кәрі құртаң адамдар. Азын-аулақ пенсиясын жалғыз ұлға деп үнемдейді. Қалада пәтерде тұрып, 3 бірдей баланы асыраудың оңайға түспесін аяған әлдеқашан білген. Келіншегі сырқат. 2 күннің бірінде басын көтере алмай көкпеңбек болып ерні кезеріп жатып қалады бейшара. Жылына 2-3 рет ауруханада жатып, жыртығын жамап, емделіп шықпаса, жұмысқа мүлде жарамайды. Ауруханаға жатты деген аты ғана. 3 ботасын ойлап берекесі қашады. Қашан болсын уақытынан ерте шығып кетеді. Ауруханадан кейін санаторийге бару керек қой, оған жағдайы жоқ.
Үйелмелі 3 баланы күйеуіне бақтырып, қара бастың қамын күйттеп кетіп қалу әсемдей қазақ әйеліне жат қылық. Барамын десе жолдама да, қаржы да табылар еді. Көп жыл аяғанның кандидаттық диссертациясына алаңдады. Денсаулығының нашарлағанына қарамай бір үйдің бар ауыртпалығын өзі көтерді. Аяғаным еңбегін жазып, сәтті қорғап шықса деп тіледі. Көңілінде кіршік жоқ келіншектің тілегі жаратқанның құлағына жетпеді ме, аяғанның еңбегі жанбады. Ғылыми жетекшісі Алдияр Ақпанұлы пиғылы жат қауіпті адам ретінде қудаланды да, аяған қосақ арасында кетті. Бұл жағдай әсемге қатты батты. Содан бері талай заман өтті. Аяған басқа тақырып алып 2-3 жыл әурелеп әйтеуір қорғап шықты. Қорғағаны бар болсын, ақыры міне жұмыссыз қалды. Жұмыссыз жүргені жарына қаттырақ бататын сияқты. Түні бойы қиналып кірпік ілмей шығады бейшара. Кейде дауыс шығармай егіліп жылайды. Онысын аяғанға сезірмеуге тырысады. Бұл оның жылағанын шынымен сезбеген, білмеген болып өтірік ұйықтап жатады. Осындай сәтте кімге тиісерін, өшін кімнен аларын білмей, ішін ит тырнағандай қиналып, әбден аласұрады. Тұла бойын тер жауып, күйініштен бармағын шайнап қимыл қыбырсыз жатады. Дәрменсіздігіне күйініп, ызаға булығады, көзіне жас іркіледі. Шындық іздеп біраз сенделген аяған ең соңында барар жер, басар тауы қалмай, мынау жарық дүниенің жақсылығынан бір жола күдерін үзген. Қызыл қарын жас балаларының қамын ойлап, құрылысқа жұмысқа тұрғанына да көп бола қойған жоқ. Құрылысқа жұмысқа тұрсаң тезірек үй аласың, деп ақыл қосты біреулер. Менің кім екенімді бұлар қайдан білсін, деп жүрген. Анау күні түскі тамақтан келіп демалып отырған. Әй, профессор, сен мұнда кімнің тапсырмасымен келдің, деп ежірейді сақал мұрты сапсиып өсіп кеткен көккөз сары. Аяған түсінбей қалып, көккөз сарыға бұрылған. Ол жек көріп жауға қарап отыр екен, қолында кірпіш. Оған ұзақ қарауға аяғанның дәті шыдамады. Сасқаннан жымиып күлді. Көккөз сары қолындағы кірпішін жіберіп бұратындай бойын сұрапыл үрей биледі. Профессор, қатының басыңды іздеп зар жылап жүрмесін, деп мырс-мырс күлді әлгі. Сосын қолындағы темекінің тұқылын аяғанға туралап шертіп жіберді. Сенің басың доп. Адамның басы Алланың добы, деп қостады оны қияқтай мұрты бар қара жігіт. Үнемі жалаңаш жүретіндіктен денесі күнге күйген какао түстеніп кеткен. Екі иығына кеудесіне қыздардың суретін салған. Оң жақ бетінде ұзынша тыртығы бар. Аяған оны жаңа көргендей таң қала қарады. Бір аптаның ішінде бірге жүрген еңбектес жолдастарына сәт салып қарап та үлгермепті. Байқап отырса бригадада әртүрлі адамдар көп екен. Кейбірінің сөздері кесек, әрі қисық. Аты жөніңді сұрамай жатып, басыңды қағып тастаймын деп қоқан-лоққы көрсетеді. Келесі айда премия ала алмасақ, бұл дүниемен қоштаса бер, профессор, деді көккөз сары. Денеңді боралдай жақтағы свалкадан тауып алады. Ал басыңды мөшекке салып, үйіңнің алдына апарып тастаймыз, деп қарқ-қарқ күлді бетінің тыртығы бар жігіт. Осымен әңгіме біткен. Тамақтанып келіп демалып отырғандардың бірде-біреуі ауыз ашпады. Аяған әркімнің бетіне жаутаңдай қарап, үн-түнсіз отырып қалды. Сол күні тұла бойын әлсіз діріл билеп, кеудесіне үрей ұялап азапқа түскен. Көккөз сары ту сыртынан келіп, кірпішпен басынан ұрып өлтіріп кететіндей әр сәт сайын селк ете түсіп, жүрегі торға түскен торғайдай тыпырлағаны есінде. Аяғанға сол күні әртүрлі ой келген. Өзіне жөнсіз тиіскен көккөз сары мен бетінде тыртығы бар жігіт жақияның адамы тәрізденген. Біреу азғырып айдап салмаса, бұлардың менде несі бар деп күдіктенген. Ұзын бойлы түбіт мұртты жігіт екеуі бірге қайтқан. Әлгі екеуінің қосып жіберген адам шығар деп Аяған одан да қауіптенген. Оны адастырып кету үшін жолай автобустан түсіп қалған. Бейтаныс жігіттен құтылғанына іштей қуанып, келесі автобусты күтіп тұрған. Әлден уақыттан кейін әлдекім миығынан түрткендей болды. Қараса сол жымиып күліп тұр. Аяғанның жүрегін шым еткізіп үрей шағып алды. Мынаны менің ізіме салып қойғандар осы маңайда жүрген жоқ па, деген күдікпен мойнын созып, жан-жағын тінтіп шықты. Менің атым Асылхан болады, аға, деп жігіт қолын ұсынды. Мені ұмытып қалған шығарсыз. Алдыңызға барған абитуриенттердің қайсы бірі есіңізде тұрсын. Аяған оған сескене қарады. Мына жігіттің әдейі жолын тосып жүргеніне күмәні қалмады. Оқуға түсе алмаған бала болды бұл, деп ойлады.
көңіліне күдік шауып балаң жігіттің екі қолына көз тастады. Сен мені басқамен шатастырып тұрсың жігітім, деді Аяған қабақ шытып. Шатастырған жоқпын, Аяған аға. Мен сізді сыртыңыздан өте жақсы білемін, деп жылы жымиған. Тарих факультетінде менің досым оқиды. Сіздің жағдайыңызды сол жігіттен естідім. Ол кім? Алмас Байсалов. Сіз маған ренжімеңіз, аға. Геркулес пен Арапқа сіздің кім екеніңізді айтқан мен едім. Ал олар басқаша ойлап қалыпты, деп қысыла күлімсіреді Асылхан. Манадан бері кеудесін күдік құрсаулап, жігіттен қалай құтыларын білмей тұрған Аяған оның жүзіне сәт салып барлай қарады. Жігіт шын айтып тұрған сияқты, әбес қылығына қысылғандығының белгісіндей бетінің ұшына қызғылт бояу жұғыпты. Олар мені тексеруші дей ме? Иә аға, деп күлді Асылхан. Істелінбеген жұмыс үшін ақша алады олар. Және өздері күні бойы шөп басын сындырмайды. Олар қауіпті. Былтыр бір прораб солармен ұстасам деп жоғалып кетіпті. Бір жылдан кейін марқұмның денесін көшет отырғызып жүрген оқушылар Қапшағай жақтан тауып алыпты. Аяған үндемеді. Тіксініп қалғанмен сыр бермеді. Асылханға қарап, әнтек езу тартты да қолын ұсынды. Сіз жасымаңыз, аға, деді Асылхан оның қолын қысып тұрып. Мұның барлығы уақытша қиындық. Аяған жаңа көргендей жас жігіттің еш есебі, қулығы жоқ тұнық көзіне сәт салып қарап жеңіл күрсінді. Соның арасынша автобус келіп қалған. Одан бері біраз күн өткен. Аяған алғашқы күндері бөтен адамды ешкімге жана салмай шеттеп жүретін. Асылханның арқасында көпшілігімен танысып үлгерді. Геркулес пен Арап қоқан-лоққы көрсетіп, ауызға келген сөзді лақ етіп құса салмайтын болған. Соңғы уақытта екеуі де көрінбейді. Қайда жүргенін, қайда кеткен ешкім білмейді. Тіпті оларды іздеп жатқанда тірі пенде жоқ. Адам 3 күннен соң көрге де үйренеді деген сөз рас екен. Аяған жаңа ортаға үйрене бастады. Ауылдан келген жастармен көптен бері бірге жүргендей сезінеді өзін. Олар да мұның қабағына қарап, алдынан қия өтпей ағалап сыйлап тұрады. Аяғанның тарихын барлығы білетіндей оған ерекше қошемет көрсетіп, құрақ ұшып жүреді. Жексенбі күні Аяған таңертеңнен кешке дейін кітапханада отырды. Мені ешкім тарих ғылымынан қуалмайды. Халықтың болашағы үшін құрбан болғандар туралы бәрібір кітап жазамын деген ой, өршіл намыс 6 күн бойы қара жұмыс істеп, қалжырап шаршап жүрген Аяғанды орталық кітапханаға сүйрейді. Ескіріп, сарғайып кеткен көне кітаптар мен қолжазбалардың иісі танауын қытықтаған сәтте ол шаршағанын мүлде ұмытады. Тарих атты шыңыраудың түпсіз тереңіне шым батып кетеді. Өзі сүйген кәсібінен адам баласы басына қандай қиын жағдай туса да безе алмайды екен. Аяған осыны ұқты. Ассалаумағалейкүм. Ой түкпірін ақтарып бейқам тұрған Аяған оқы шыққан үннен селк етіп жалт қараған. Қолын ұсынып, өзіне қарай ұмтылып келе жатқан Асылханды қара көлеңкеде танымай қалды. Ой, сен қайдан жүрсің? Кітапханада отырдым. Дұрыс екен, деді Аяған, көңілін тұсап тастаған көп ойдан әрең арылып. Жаңбыр күшеймей тұрып үйге жетіп алайық. Айтпақшы, жақын маңайда почта жәшігі бар ма? Әне, анау жерде. Маған беріңіз, мен ақ тастай салайын. Жоқ, деді Аяған абыржып. Әуре болма, өзім ақ. Ал жақсы. Асылханнан тезірек құтылуға асықты. Күні бойы отырып қайта-қайта жазған хатын Асылхан біліп қойғандай қуыстанып мазасы қашты. Жігіттің қолын қысып қоштасты да жебей басып ілгері кетті. Жолай почта жәшігіне, орталық партия комитетіне Брежневтің өз атына жазған хатын саларда көңілі қатты қобалжыды. Ойына әр қилы күдік шапты. Мейлі, не де болса бағымнан көрейін. Солар қол үшін бермесе мұнда көмектесер пенде қалмады, деп өзін өзі қайрады. Сан рет өңдеп, сан мәрте қайта көшірген арызын жәшікке тастаған соң бойы жеңілдеп, кеудесіне үміт сәулесі себездеп, көз ұшында бейнесі бұлдырап көрінген Абай атасына қарсы жүрді. Ленин даңғылына дейін жаяу келіп, Көкбазарға баратын автобусқа отырды. Көкбазардың түбіндегі аялдамада ұзақ тұрды. Татар слободкасына баратын 2 автобус жуық арада келе қоймады. Жер аяғы алыс емес, жаяу тартып кетсем бекен деп ойлады, бірақ тәуекелге батылы бармады. Түнде бұралқы иттердей көше кезіп, жемтік іздеп, жалғыз жарым адамға шабуыл жасап,
ұрып немесе өлтіріп кететін тас жүректер қалада көп. Ондайлар әсіресе қаланың шет жақтарында, көзден таса көшелерде көп жүреді деп естиді. Жұрт Татарка деп атайтын аудан төбелеспен әртүрлі жанжалмен аты шыққан. Күндіздің өзінде бөтенге алакөзбен ата қарап, ілінісерге ілік іздеп тұратын жасөспірімдер түнде бейсеует пендені ол маңайға жолатпайтынын Аяған жақсы біледі. Әртүрлі алып қашты әңгімелерді көп айтатын Әсемнің дәл қазір қандай күйде отырғанын Аяғанның іші сезеді. Күйеу кешіксе, шыбын жанын шүбірекке түйіп, байыз тауып отыра алмайды, бейшара. Кейде өңі боп-бос болып, күйеуін аялдамада күтіп тұрады. Осындайда Аяғанның жүрегі езіліп, Әсемді соншалық аяп кетеді. Жаным-ау, балалардың жанында отыра бермедің бе, дейді Аяған оны құшақтап. Сен кешіксең, үйге сыймай кетемін, дейді келіншегі, мұның қолынан айырылып қалардай мықтап ұстап. Әсемнің мінезі жібек, жаны жұмсақ. Аяған дегенде шығарда ғана жаны басқа. Аяған үшін ештеңеден қайтпайды, шырылдап барып отқа түсіп кетуден де тайынбайды. Сүйретіліп жүріп ақ, үйдің шаруасын тап тұйнақтай етіп тындырып қояды. Өзің ауырып жүрсің, тыныш жатсаңшы, мен ақ істеймін ғой, дейді Аяған реніш білдіріп. Сен шаршап жүрсің ғой, дейді күлімсіреп. Аяған оны құшағына алып маңдайынан сүйеді. Осы кезде үйелмелі-сүйелмелі үш бала у-шу болып келіп құшақтасып тұрған әке мен шешенің аяқтарына жармасады. Бұл ерлі-зайыпты екеуінің ең бір бақытты сәті. Әбден кешігіп келген 14-ші автобуспен Татарка деп аталатын аялдамаға жетіп, Қазан көшесі мен пәтеріне қарай асығыс адымдады. Киіз байпақ фабрикасының жанынан өте бергенде көшенің екі қапталынан 4 адам шығып, жігіттің жолын кесті. Бір қауіптің төнгенін қу жүрек сезіп дүрсілдеп ала жөнелді. Аяған кілт тоқтап, кейін қашпақ болып жалт бұрылған. Шегінер жолы да жабық екен. Еңкейген екі дәу жігіт тұр. Бұлардың кездейсоқ адамдар емес, әдейі жолын торып жүргендер екенін ол бірден түсінді. Айқайлап, адамдарды көмекке шақыруға намыс құрғыр жібермеді. Қысылшаңда не істерін білмей сасқалақтаған Аяған жандалбасалап фабриканың есігіне қарай ұмтылды. Алдынан шыққан біреуін қағып құлатты, екіншісі шалып жіберді. Аяған ұзынынан түсті. Қайтып тұруға мұршасын келтірмей, жүгіріп жеткен бейтаныс біреулер тепкінің астына алды. Ол басын қорғаштап бүк түсіп жатты. Әлдекім шашынан ұстап, басын көтерді. Қоршап тұрғандар былшылдатып бетінен тебе бастады. Аяған жанталасып бақты. Біреуінің аяғын шап беріп ұстап бұрап жіберді. Әлгі жалпасынан құлады. Осы кезде біреуі оң жақ бүйірінен оңдырмай тепті. Манадан бері намысқа тырысып тістеніп жатқан Аяғанның дауысы шығып кетті. Қанына қарайып, қызынып алған әумесер топ, әй, осы өліп қалады-ау дейтін емес, былш-былш тебеді. Біреуі кіжініп тұр. Аямаңдар иттің күшігін, қарны тойса құдайын ұмытып кетеді мұндайлар. Енді артын қысып жүреді. Ай! Аяған бар күшін жинап алып айқай салды. Жақын маңайдан әлдекімдердің даусы естілген тәрізді. Арашаға бірде біреуінің батылы бармады бірақ. «Люди, помогите!» деді Аяған қырылдап. Кенет Аяғанның құлағына ту алыстан әйелдің шыңғырған ащы даусы шалынды. Ол Әсемнің даусын таныды. «Әсем!» Әлсіз айқайды ешкім естіген жоқ. Өзін аяусыз тепкілеген топ жақындап келіп тоқтаған. Волгаға қарай жүгірді. Осылай жата берсе, Волганың астында қалатын білді. Ақтық күшін жинап, бір аунады, екі аунады, үшінші рет аунағанда жол жиегіндегі арыққа түсті. Сол екі арада Волга дәл жанынан өте шықты. Әл дәрмені құрыған Аяған әрең деп орнынан тұрған сәтте жүгіріп Әсем келді. «Аяған, не болды саған?» Келіншек жығылып қалардай теңселіп тұрған күйеуін құшақтай алып, еңіреп жылап жіберді. Оған қосылып Аяған егілді. Жолын торған топтың кім екенін білмесе де, кімнің жібергенін ойланбай тапты. Жақияның аямасқа бекінген түсініп, көңілін қорқыныш құрсаулады. Әлгі топтың әлі талай мәрте жолын торитындығына, ешқашан аямайтындығына Аяғанның еш күмәні жоқ еді. Өзінің жалғыздығы есіне түсіп, онан сайын егілді. Ерлі зайыпты екеуі біріне бірі сүйеніп пәтерлеріне келді. Жарыққа келгеннен кейін күйеуінің түрін көріп Әсем шошып кетті. Беті күп болып ісіпті. Кішкентай мұрнының тесігі ғана қалыпты. Екі көзінің асты көкпеңбек. Мұрнынан аққан қан омырауын былғапты. Әсем шыдай алмай егіліп қоя берді. Абырой болғанда балалар ұйықтап қалыпты. Жылама, балалар оянып кетеді.
Әсем көз жасын тыя алмады. Қатты шошып қалған ба, жылы үйге кіргеніне біраз уақыт болса да, тісіне тимей қалшылдап екі қолыны еркіне бағынбай дірілдеді. Әдейі жолыңды тосып жүрген ғой қарақшылар, деп Әсем көз жасын сығып алды. Сөйлеп жүріп, мұздатқыштан мұз сындырып аяғанның қолына ұстатты. Олар ешкімді аямайды, ұстаспа дедім солармен. Сен жалғызсың ғой, аяған-ау. Олар көп, тіпті көп. Олардың көп екенін білемін, бірақ шындық менің жағымда, деп жұбатты жігіт өзін өзі. Шындық жоқ, аяған. Ол бар болса сені ақиқатты айттың деп қудаламай ма? Министрлікке бірнеше рет бардың. Саған кім ара түсті? Ақиқатта адам таңдайды. Ол күштінің жағында әрқашан, деді Әсем шай демдеп жүріп. Аяған ойланып қалды. Әсемнің сөзінің жаны бар. Шындықты айтамын деп басы шатаққа ілінді. Араша сұрап министрге дейін барды. Сенікі дұрыс деген пенде табылмады. Аяғанның көзі жеткен шындық жоғары жақта қызмет істейтіндер бір-бірімен жең ұшынан жалғасып жатады екен. Сыбайластар бір-бірін ешқашан жығып бермейді. Бірін-бірі қолдайды, қорғайды. Үлкен бастықтың қызын құлатып нең бар еді, аяған-ау, деді әлден уақыттан соң Әсем күйіне дауыстап. Кім екені маңдайында жазулы тұрған жоқ оның, деп дүңк ете түсті жігіт. Қапелімде қате айтқанын түсініп сөзін түзеді. Мүлде ештеңе білмейтін балаға бес қоя алмаймын. Мемлекет басшысының баласы болса да. Әкесі колхозшы болса білер еді, деп келіншек көз жасын сығып алды. Оған бағаны басқалар қойды. Соның соңына түсіп нең бар еді? Арым жанымның садағасы. Қылмысты көзімен көріп тұрып, қалай үндемей қалайын? Шыдамадым, айттым. Оларды ешкімде жеңе алмайды. Құрып кетсінші бәрі. Басымыз аманда ауылға көшейік. Қараспанды төндірме, олар кеңес үкіметінен күшті емес, деді аяған шиырылып. Орнынан тұрып барып, бір кесе суық суды демалмай ішті. Қорқамын, аяған, қорқамын олардан. Сені қорғайтын ешкім жоқ. Тыныш жүрші, жаным, деді келіншек жалыныш үнмен. Тізерлеп отыра қалып, күйеуінің аяғын құшақтай алды. Сен кешіксең, шыбын жаным шырқырап, үйге отыра алмай кетемін. Атағың да, шатағының да керегі жоқ. Көшейікші ауылға. Тұра ғой, деді жігіт жұмсақ сөйлеп. Келіншегін шашынан сипап, қолтығынан көтеріп тұрғызды да көзінен сүйді. Мені заң қорғайды. Кеңес үкіметінің заңы кінәсіз адамды жәбірлемейді. Соқырдың тілегені екі көзі дейді. Маған сенің амандығың керек, аяған. Бүрісіп күйеуінің қолтығына тығыла түсті. Біздің сенен басқа кіміміз бар? Бізді аясаң, тілімді алшы, жарығым. Атам мен апамның жанына барайықшы. Көз жасың дайын тұрады екен. Алақанымен келіншегінің көз жасын сүртті. Сонан соң қапсыра құшақтап, маңдайынан екі көзінен жұмсақ сүйді. Шаршадым, демалайықшы. Тамақ дайын тұр, тәбетім жоқ. Үлкен баласын құшақтап жатқан аяғанның көзі іліне қоймады. Кеңсірігі бұзылған ба, ауырып жанын көзіне көрсетті. Екі бүйірі ашып ауырады. Бүйрегіме зақым келді-ау деп уайымдады. Қабырғаларына қол тигізбейді. Бас сүйегі шытынаған болар, сәл қозғалса жарылып кете жаздап ауырады. Жаны қатты қиналғанмен астыңғы ернін тістеп алып, қимыл қыбырсыз жатыр. Әсемнің ұйықтай қоймағанын сезеді. Мұның қиналып жатқанын білсе жетіп келеді. Әлгілер кім екен? Осы сұрақ аяғанның көңілін күпті етті. Кеңірдегіне көлденең тұрып қалған сүйектей берекесін қашырды. Ойы сан саққа жүгірді. Геркулеспен араб емес пе екен деген бір күдік кесе көлденеңдеп ойқастап жолын бөгеді. Оларға жасаған жаманшылығы жоқ. Ендеше қарап жүрген адамда не әкелерінің құны бар? Анық білгені жолын тосып, жабылып, тепкінің астына алғанның бәрі қазақ. Құдай біледі, әлгілердің түрін көрсе талайын таныр еді. Олардың жақияның азғырумен келгендігіне аяғанның бір мысқал күмәні болмады. Оны мұндайдың әлі талайын ұйымдастыратындығына және шәгі жоқ. Оның өте кекшіл екенін біледі. Жақиямен ұстасқан адамның оңғанын көрген емес. Құдайдан басқадан қорықпаймын деп кеуде қаққан талай мықтының омақаса құлағанын өз көзімен көрген. Айласыздың батыры айға шауыпты деген осы. Сондай жойқын күшке қарсы шыққанға кім сенеді? Құдіреті күшті кімі бар? Байпағынан басқа сүйенер жоқ бейшара алапат тасқынды тоқтатамын деп досқа күлкі, дұшпанға таба болды ақыры. Қарсыласқан талайдың тағдыры бүлінген. Жең ұшынан жалғасу, тамыр таныстық
пара беру арқылы мақсатқа жету ат төбеліндей ғана аздың ісі емес екенін аяған баяғыда-ақ зерделеген. Қауқарға қат сүйенері жоқ саяқ жүрген аяған түгіл. Аузын айға білеген талай мықты заманның тегеурініне шыдамай мұрттай ұшқан. Солардың бірде біреуі қайтып оңала алмады. Көзден тасаланған соң-ақ көңілден ұмыт болды. Қайда жүргенін ешкім білмейді, ешкім іздемейді де. Олардың жанында аяған кім тәйірі? Бір факультеттің деканының бір сілкінгенінен қалмай мұрттай ұшты. Жақияның айтқаны өтіп, атқаны жетіп тұр. Аяған сияқты байпағынан басқа сүйенері жоқ саяқтарды ол әрі итеріп, бері жыға салады. Оның сыйынғанынан сүйенгені мықты. Аяған қайда барып, кімге шағынса да, Жақияның жағасын жыртуға шамасы келмейді. Бәрі соны қорғап, соны қолдайды. Шындықтың ордасы деп барған үлкен үйден де әділет таппады. Ондағылар да Жақияға шаң жуытпайды мүлде. Әділдік іздеп барған мұның өзін сөгіп, біраз ұялтты. Бізді ерігіп, ермек іздеп отырады деп ойлайсыздар ма? Нанымды деректеріңіз жоқ, сіздікі бос бопса деп қызына сөйледі аласа бойлы божбиған сары жігіт. Сонан соң Ғалиева Сәулеге екі қойғызған сіз бе? Аяған әңгіменің қайда келіп тірелгенін, бұл үйден қандай олжамен шығарын бірден ұқты. Мынаның алдында ақталып абырой таппасын және білді. Я, мен. Ол орталық комитетінің бөлім бастығының қызы болғандықтан оқуға түспеуге тиіс пе? Ол бала мүлде сауатсыз, деді аяғын түсін суытып. Кім болсаң да сенімен белдесуден қашпаймын дегендей сыңай танытты. Сөйте тұра үлкен шаңырақтың мысы басқан болу керек, жоса-жоса болып теріледі. Кстати, деді бөлім қызметкері мысқылдай күліп, аяғанға көзінің құйрығымен менсінбей қарады. Сіздің институтта сауатсыз оқытушылар көп, аттестация жүргізіп тазалау керек. Сіз бұған қарсы емессіз бе? Маған бәрібір. Міне деп қуана дауыстады бөлім қызметкері. Сіз шын сөзіңізді енді айттыңыз. Сізге бәрібір. Екі сөздің басын қосып сөйлей алмайтын сауатсыз адам университетте сабақ берсе де сізге бәрібір. Институтты зордың күшімен әрең бітірген әлдекім ректор немесе министр болып отырса да көз жұмып жүре бересіз. Өйткені сізге бәрібір. Себебі сіздің социалистік қоғамға жаныңыз ашымайды. Ал қарабасыңыздың шаруасына келгенде шыбын жаныңыз шырқырап, жұрттың бәрін қаралап шауып келесіз. Мен қарабасымның шаруасымен келгенім жоқ сізге, деп аяған даусын көтере сөйледі. Бөлім қызметкері орындыққа шалқалай жатып, шала жұмылған көзінің құйрығымен аяғанға менсінбей қарап, әнтек езу тартты. Себебі сіздер жеке бастың мүддесін қоғамдық мүддеден жоғары қоясыздар. Сіздер қара бастың қамынан басқа ештеңе ойламайсыздар. Сол себепті де кішкентай түкке тұрмайтын шаруаны үлкен мәселеге айналдырып, даңғаза көтеріп жұртты дүрліктірерсіздер. Мен мұнда шындық іздеп келдім, деді аяған қабақшытып дауысын қатайтып. Бөлім қызметкерінің зекіріп кінәлай сөйлегеніне намыстанып кеудесіне ашу тығылды. Қабылдау емтиханына көп заңсыздықтар жасалды. Сіз айтқан Ғалиева Сәуленің екісі 5-ке түзетіліп оқуға түсті. Ғалиев жолдастың үкімет пен партияға бір кісідей еңбегі сіңген. Сол үшін де оның қызын оқытуға біз міндеттіміз. Солай, жолдас, деді бөлім қызметкері. Соңғы сөзін нықтап, салмақ басып, ызбармен айтты. Сіз арыз айтып келеді екен деп халықтың сыйлы адамның жағасына жармаса алмаймыз. Ол халықтың мақтанышы. Мен Ғалиевтің үстінен арыз айтып келгенім жоқ. Мен сізге шындықты айтқаным үшін жапа шеккенімді айтып отырмын. Қайта-қайта көзіне құйылып бетін жапқан тер әбден ығырғылды. Қол орамалы сығып алардай су болды. Мен мұнда біреуді ғайбаттау үшін емес, араша сұрап келіп отырмын. Сонда сізге қандай көмек керек? Бәлкім ректор болғыңыз келетін шығар, деп аяғанның жүзіне тесіле қарады. Езуіне жымысқы күлкі ілінді. Ол үйреншікті әдетімен мойнын ішіне алып, креслоға шалқалап жатты да көзін шала жұмды. Мен қызметсіз қалдым. Бұрынғы қызметіме қайта орналасуыма көмектесіңіздер, деді аяған даусы дірілдеп. Бөлім қызметкері қалғып бара жатып, шошып оянған адамдай шала жұмылған көзін ашып алып, аяғанға бажайлай қарады. Егер мәселемді дұрыс шешіп бермесеңіз, ізденемін. Ерік өзіңізде, жолыңыз ашық. Ал қызмет жағына келетін болсақ, бұл тікелей ректордың жұмысы. Ол кісінің билігіне қол сұға алмаймыз, деп орнынан тұрып қолын созған. Бірақ қолын аяған ұстар-ұстамастан қайтып тартып алды.
Маңдай терін сүрте-сүрте алақанының былжырап суланып тұрғанына аяғын қатты қысылды. Сол жолы айтатын сөзі, ақтаратын сыры көп-ақ еді. Бөлім қызметкерінің ниетін таныған соң үндемей шығып бармаған жері қалмаған да шығар. Барлық жол үлкен үйге келіп тіреледі екен. Мойнына су кетіп, өзі қызына екі қойдырған Ғалиевтің алдына барды. Қабылдау бөлмесінде отырып кіруге батылы бармай үйіне қайтты. Екінші рет тағы да ат ізін салған. Бұл жолы орталық комитеттің идеологиялық жұмыс жөніндегі хатшысының қабылдауына жазылды. Хатшыға кіру үшін бір ай тосу керек екен. Аяған осы өмірінде мұндай таң қалмас. Бір ай ішінде хатшының қабылдауына жазылған адамның жіпке ілініп тұрған тағдыры үзіліп түсіп тас талқаны шығуы да мүмкін ау деп ойлады. Ол сыртқа шығып бара жатып, шыдамасқа амалы қане. Мойнына су кетіп сүметіліп үйіне жеткен. Сең соққан балықтай басы мәңгіріп, мең-зең күйге түсіп 2-3 күн сенделіп жүрді. Сонан соң бала шағасын ашықтырмас үшін жұмысқа кірген. Тапқан олжасы міне. Беті басы күп болып ісіп, еркін демалуға шамасы келмей, кескен томардай болып, орнынан қозғала алмай жатысы мынау. Хатшыны әлі 20 күн күтуі керек. Оған дейін жақия қарап жата ма? Аяғанның хатшыға кірмек болып тізіміне жазылғанын ол әрине естіген. Естімесе жолын торып соққыға жыға ма? Пиғылы жаман оның. Құлындағы даусы шығып, шырылдап, әсем жүгірмегенде ол төбелестің немен бітері бір құдайға аян. Оңдырмай тепкіледі оңбағандар. Қылдан тайсаң көретін осы деп доқ көрсетіп кетті. Ол нәлеттер ертеңгі күні балаларына қиянат жасап жүрсе қайтпек. Шығады олардан ондай жауыздық, шығады. Аяғанның жүрегін үрей қысып, тұла бойын діріл биледі. Демалысы жиілеп алқына бастады. Қабырғалары сөгіліп кетерде жаны қиналды. Көкірегі қол тигізбей ауырады. Қозғалмай шалқасынан ұзақ жатқандықтан ба, арқасы ауыра бастаған соң, оң қырына аунаған, қабырғалары қақырап кетерде жаны мұрнының ұшына келді. Аяғанның дауысы шығып кетті. Екі кішкентайының жанында бүрсіп жатқан Әсем ұйықтамапты. Күйеуінің қинала шыққан дауысын естіп, басын жастықтан жұлып алды. Аяған астыңғы ернін тістеп, тым-тырыс тына қалды. Әсем орнынан тұрып шам жақты. Дәрігер шақырайын, деді келіншек киініп жатып. Шақырма, керегі жоқ. Шыдай алмай жатырсың ғой тегі. 7 түнде далаға қалай шығасың? Жүгіріп барып келемін. Жоқ, барма, деді жігіт қинала дауыстап. Маған бір кесе су берші. Су ішіп, басын биіктетіп қайта қисайды. Әсем тоңазытқыштан мұз сындырып, ақ дәкеге орап күйеуіне ұстатты. Сен ұйықта, күні бойы балалар шаршатқан шығар, деді аяғын күлімсіреп. Ұйқым келмейді. Әсем күйеуінің жанына келіп, екі тізесін құшақтап отырды. Аяған оның жүзіне назар тоқтатты. Екі көзі шүңірейіп, жүдеп кетіпті. Бейшара бұрын да етшеңді емес еді. 3-ші баладан кейін мүлде жүдеп, содан қайтып оңала алмай қойды. Аяқ қолы шидей шілмейіп, жүрерде үзіліп кете жаздайды. Денсаулығының нашарлығына қарамай, бекер отырмайды. Бозала таңнан қызыл іңірге дейін тыпырлап жүре беретін жан себіл. Аяған келіншегінің дәл қазірде ауырып отырғанын сезді. Өңі бозарып, қабағы шытылып кеткен. Астыңғы ернін тістеп алыпты. Әсем, саған не болды? Келіншек қинала езу тартып бас шайқады. Оның жағдайын білетін жігіт денесінің қан қақсап ауырып жатқанына қарамай орнынан тұрып барып, құтыда валидол әкеліп келіншегінің аузына салды. Қолтығынан демеп төсегіне жатқызды. Қозғалмай жат, ұйықта, деді шашынан сипап. Әсем жылы жымиды. Көзінен мөлт етіп жас шықты. Аяғанның жүрегі тіксінді. Өзіне қиыла қарап, ерні дірілдеп сөйлей алмай жатқан келіншегінің білегінен ұстады. Мен қорқамын, деді Әсем біраздан кейін тілі икемге әрең келіп. Қорқамын. Кімнен? Неге? Деп өзеуреді жігіт. Әсемнің көзінен мөлт етіп шыққан мөлдір жасты сұқ саусағымен іліп тастады. Қайдағыны айтады екенсің? Кеңес үкіметі аман болсын, мен бүгін Мәскеуге орталық партия комитетіне Брежнев ақсақалдың өзіне арыз жазып жібердім. Не дейсің? Әсем шошына дауыстады. Лездемнің арасында иегі кемсеңдеп, безге құрғандай денесі қалшылдап қоя берді. Құдай-ау, тыныш жүрмей нең бар еді? 3 ботаңның тағдырын неге ойламадың, Аяған-ау? Әй, Аяған-ай! Не дейін саған, не дейін? Әсем егіліп жылап қоя берді.